Алла тағала мен тәубемді қабыл ет. Сонда айтты дейді, мен саған 30 жыл қайтып берейін бе, әлде 30 жылға татитын бір ұл берейін бе деген ғой. Айтты дейді, 30 жылға татитын бір ұл бер деген ғой. Бірақ айтты дейді, оның ғұмыры қысқа болады деп айтты. Сен өйткені өзіңнен көр. Ол бар жоғы 7 жыл өмір сүреді. Осыған келсесің бе деп айтты. Иә деп айтты. Сөйтіп Сүлейменді берді дейді ғой. Содан бала есін жиысымен Дәуіт пайғамбар оң иығына сүлгі, қолына шәугім беріп, құман беріп, келген қонақтардың барлығына қолына су құйады екен ғой. Содан 7 жыл өтеді, бала тірі. Тағы 7 жыл өтеді, бала тірі. Содан не өлемес, не тіремес, не қуанайын десе, Алланың айтқан серті бар. Қуанбайын десе, бала тірі. Аллаға тағы мінәжат етті. Я Алла тағала, бұл не хикмет, түсінбедім, бұл не болды? 7 жыл деп едіңіз, бала әлі тірі дегенді айтты дейді. Ей Сүлеймен, мен баланың тағдырына 7 жыл ғұмыр бермедім, бірақ ол қолға су құйған сайын қаншама адам ғұмырың ұзақ болсын деп айтты дейді. Ал мен көпшіліктің тілегін жерге тастай алмаймын. Қанша адам тілек айтса сонша ғұмыр бердім деген екен. Сонда қазір көп адамдардың үйінде қолға су құйылмайды. Балаларын үйретпейді. Келген қонақтарда өзімшіл, өзіміз жуамыз деп атып тұрады. Әй, өзің жуасың, оған ешкім дау жоқ. Бірақ сен өзімшіл болмасайшы. Сен мына қонаққа келгеннен кейін, қонақ дейді, ол Құдайдың құтын ала келеді дейді. Ана келген балаға батаңды беріп кетсейші. Сонда ана біздің қазақтың жастарының қазір екісінің бірі сондай бір шетінеп жатыр. Әртүрлі бәлеге жалаға ұрынып жатыр. Осының барлығында мынау бата деген нәрсені біз қазір ескермейтін болдық. Сондықтан бүгінгі негізгі осы тамақ қазір әр үйде бар. Аш жүрген қазақ жоқ қазір. Қазақ айтады ғой, қарным ашқанына жыламайым, қадырым қашқанына жылайым дейді. Сондан осы кеткен қадырымызды қайтаратын осы қазақтың салт дәстүрі. Мына кеше Мәкең келін түсірді. Сол ал келін түсірді, іс бітті, қу кетті, ал сау болыңдар деген жоқ міне. Сол қазақтың салт дәстүрімен бүгін дастархан жайып, мына келін шайға бәріміз шақырып отыр. Енді қазақта сөз бар, келін жаман емес, келген жері жаман дейді. Қазақ айтады. Қазір көп адамдар сол келін алып алып, одан кейін жамандайды оны. Ой, келініміз жаман болып шықты. Сыйламайды бізді. Баламызды бұрып әкетті, бұзып әкетті, айырып әкетті деп әңгіме айтады. Шын мәнінде қазақ айтады ғой, туысы жаман, туғанын жамандайды, атасы жаман, алғанын жамандайды. Тағы қазақ айтады екен, бітісі жаман, қамысты су ішінен өрт алады. Туысы жаман жігітті мезгілінен бұрын дерт алады. Баласы жаман адамды түйе үстінен ит қабады дейді. Міне сондықтан сол келін деген сөздің мағынасы мен келдім деген сөз екен, мен тәрбиеле. Осы қазақта жақсы сөз бар, қатынды бастан, баланы жастан дейді. Көп адамдар осы мәселені түсінбей, уақыт өткізіп алып барып келін тәрбиелеуге көшеді. Бірақ кеш болады. Неге? Өйткені шын мәніндегі келін үйге кірісімен, табалдың аттасымен, отқан май құйысымен енесі келіннің тәрбиесіне көшу керек. Бірақ ол қазақта сөз бар, өзің диванасың, кімге пір боласың дейді. Келінге пір болу үшін, ұстаз болу үшін ененің өзі тәрбиелі болу керек. Сонда осы отырған жастар өгізге туған күн бұзауға да туады дейді. Ертең сіздерде келін сүресіз, ене боласыздар. Міне осы кезде сол қазақтан келе жатқан салт дәстүрді сақтап, сабақтастығын үзбей, ата-бабаларымыздың ғасырлар бойы жинақталған асыл тәжірибесін осы келіннің бойына дарту үшін қазірден бастап дайындалған жөн. Қазірден бастап ене қандай болады, келін деген қандай болады, ата қандай болу керек. Қазіргі кездегі Совет үкіметі кезінде, қазақтың қариялар Совет үкіметі кезінде үй аралап, ауыл интеллигенциясы көзіміз көрді. Преферанс деген бір қарта болды. Сол қарта ойнайтын бәрі. Зиялылықтың белгісі ретінде. Ал қазіргі қазақтың зиялысы қандай болу керек дегенде, ол ертең немересіне шежіре айта алатын, ертек айта алатын, қисса дастан айта алатын, сөйтіп үзілмей жеткен қазақтың тектілігін қазақтың баласына сіңіретіндей деңгейге жету керек. Ал кімде-кім осыны ескермей, осы қу дүниенің соңында бір нанды, бір малды екі етем деп
жаңағыдай дүниенің соңынан қуа берсе, тек қана дүниені ойлайтын болса, ондай адам өзінің лайықты сыбағасын о дүниеде емес, осы дүниеде қалады екен. Адам қартайған кезде жақсы қартаю деген сөз бар қазақта. Жақсы қартайған адам қазына болады екен. Қазақ айтады, жақсы адам қартайса қазына болады дейді. Жаман адам қартайса қазмыр болады дейді. Қазмыр, яғни келінге, балаға ешкімге қадір жоқ. Сыйымсыз, күйгелек. Сондай қартқа айналмау үшін қазірден бастап дайындалу керек. Өйткені шын мәнінде адамның қалай өмір сүргендігі өзінің өмірінің соңында белгілі болады екен. Қазақта сөз бар, бөлтірік шешенен сұраған ғой. Ағата, бақ дегеніне, байлық дегеніне, бала дегеніне қайтса өмірің мәнді де сәнді болады дегенде бөлтірік шешен айтқан екен. Ай қарағым, бақ деген ол басына қойған құс қой, ұшады да кетеді. Байлық деген қолыңа ұстаған мұз қой, ол ерейді де кетеді. Бала деген артында қалған із емес пе дейді. Сонда ізінде екі түрлі болады. Жақсы із, жаман із. Із деген не? Ол арба жүріп өткенде артында із қалады. Із арбаның бар болғандығының, ғұмыр сүргендігінің белгісі да. Ал қазір перзентсіз адамдар қаншама қу дүниеге алданып, перзент қажет емес, олар бізге кедергі келтіреді дейтін адамдар бар. Сонда қазақ айтады, із түссіз жоғалды дейді. Яғни осы өмірге келіп кеткен ешқандай мағынасы жоқ. Артынан із қалдырмай кетті. Бірақ тағы айтылып айтам, із екі түрлі болады. Қазақ айтады, бала жақсы болса қызық дейді, жаман болса күйік дейді. Сондан анау артында қалған із сапалы болсын десеңіз, бүкіл инвестицияны, яғни қаржы, қуат, байлыққа емес. Өйткені қазақ айтады, байдың түбі аштан өледі. Мыңдайдаған байлар болды кеше. 13 мың, 15 мың жылқы айдаған байлар болды. Солардың көбісі аштан өлді. Баққа емес дейді. О, бақты бір алдамшы дейді. Инвестицияны балаға салу керек дейді. Сол кезде жақсы бала өсірсеңіз, ол сізге байлық та келеді, ол сізге бақ та келеді. Және ең бастысы, көрде адам тыныш жатады. Өйткені бір кісі айтады екен, балам, бәленшенің баласы дегенді айтқызба маған. Неге? Өйткені сен жаман болсан, мен көрінде де тыныш жатпаймын дейді. Сол анау адамдардың назасы көрде жатқан адамға дейін жетеді екен ғой. Осының бәрін неге айтып отырмыз? Өйткені шын мәнінде мынау қызылды жасылды дүниеде алданып қалмай, өмірдің мәні мен мәнісін уыстан шығармау өте қиын. Сондан Абай атамыздың өзі айтады ғой. Көп адам дүниеге бой алдырған, бой алдырып аяғын көп шалдырған. Өлді деуге сияма, ойлаңдаршы, өлмейтұғын артында сөз қалдырған дейді. Кім жүрер тіршілікке көңіл бермей? Бақи қоймас фәнидің мінін көрмей. Міні қайда екенін біле алмассың, телміріп терең ойды соңын ермейді. Сондан мінсіз Құдай, кірсіз ай дейді. Мін бәрімізде бар. Бірақ ең басты нәрсе бұл жерде адаспау. Неге? Өйткені осы дүниені қуып жүріп, адам өзінің мәңгілік жанына азық ала алмай қалса, сол дүниенің жолында өліп қалса, қазақ айтады екен, боқ басында өліп қалды дейді екен. Сонда бұл не дегенде пайғамбарымыз сұраған екен. Бұл дүниенің мысалы не? Саллаллаху алейхи вассалам дегенде пайғамбар айтқан екен. Бұл дүниенің мысалы адамның нәжіс сияқты, басында қызығасың, алмыр жүзік сияқты, жүзім болады дейді. Ішіне кіріп шыққаннан кейін ешкімге керегі жоқ болып қалады деп айтты. Сонда анау қазақ осыны бірақ айтады екен, дүние боқ дейді екен. Сондан қазақ сол өзін танымай, дүниені танымай, Алланы танымай, бүкіл күш қайратын дүниеге жұмсаған адамды дүние боқтың басында өліп қалды деп жақтырмай, аяп, сондай бір мүсәпір айтып отырады екен. Сондықтан бұл жерде ешкімде бір кедей болсын адам бір мүсәпір болсын деп отқан тағы ешкім жоқ. Бұл жерде ең бастысы адамның осы өмірдегі байлық та керек,
сән де керек, салтанат та керек. Бірақ Абай айтады ғой, байлық жисаң да, ғылыммен айналыссаң да, біреуге пайдамды тигізейін деп айналыс. Сонда Құдайдың жолына түсесің. Өйткені Құдай деген сондай ниһаятсыз, яғни шексіз. Егер сенің бас пайдаң, егер кез келген нәрсемен айналысқанда бас пайдамды көздесең, онда сен шектеулісің, Құдайдың жолына еш түсе алмайсың дейді екен. Сонда Құдайдың жолына түсу дегеніміз бизнеспен айналысу керек. Бірақ не үшін? Бас пайдаң үшін емес, біреуге пайдам тигізейін деп, халыққа пайдалы болайын деп. Сонда ғана Құдайдың нағыз, хас, ізгі құлдарынан боласың. Тәслим болғаны рас болады дейді. Сондан қазір кезде көп адамдар осы мәселелерді айырылмағаннан кейін біреулер байлықты жамандап, біреулер кедейлікті мақтап, әр-сәрге күйге түсем, шын мәніндегі бар болған жақсы. Өйткені Бұдабай ақын айтады ғой, нәпсің жаман, боқ жаман, боқты жусаң кетеді, бәрінен де жоқ жаман дейді. Абай атамыз айтады, дүниенің мағмұрлығы дейді, яғни барлығы бір түрлі ақылға нұр беріп тұрады. Шын мәніндегі өзінің жеке басының проблемасын шешкен адам басқаша ойлай бастайды. Елдің қамын ойлай бастайды. Мектеп салу, медресе салу, кітап жазу, көпір салу деген сияқты адамзаттық проблемаларды ойлап. Ал өзінің жеке басының проблемасын шеше алмаған адам, қайтсем бүгін нан табам, қайтсем бүгін қай жерде қонамын мен, қайтсем болашағым нан табам деп жүріп, сөйтіп сонда Абай айтады ғой, дүниенің барлығы бір түрлі ақылға нұр беріп тұрады дейді. Ал жоқшылық кейде адамды хайуандандырып жібереді дейді. Сондықтан ақтан берді бабамыз айтады, бұланда бұлан, бұлан сан, бұланның санын оқ тесер, бұлаңдап жүрген жігіттің жомарт қолын жоқ кесер. Мен сондықтан бар болу керек. Бірақ бар болам екен деп, сол малың соңына түсіп кетпеу керек. Яғни малыңнан қайыр беріп отыру керек. Өйткені кез келген нәрсенің өзінің ақтайтын, әрбір нәрсе өзін ақтау керек. Сонда Алла Тағала байды байлығымен, кедейлігімен сынайды. Сонда біздің тағы да ақтан берді бабамыз айтады ғой, қайырлы болса баяжан дейді, айдын шалқар көлмен тең, қайырсыз болса жаман бай, ел қонбайтын шөлмен тең. Сонда мынау байлық деген нәрсені қазақ баяғыда біліп қойған, оның жақсы екендігін. Қазақ айтқан ғой, бермесе де бай жақсы, жемесе де бай жақсы. Қазақтың есімдерін қараңыздар. Нағашыбай, Ермекбай, Құдабай, Жиенбай, бірде-бір есім жоқ. Нағашы кедей, Ермек кедей деген. Неге? Өйткені қазақ білген, байлық керек. Бірақ қазақ байлыққа дейін қатынасы дұрыс болған. Байлықты қазақ не үшін жинаған дегенде Шәкәрім айтады ғой. Мақтан үшін жимаған қазақ байлықты. Мақтан үшін мал жима, жан үшін жи. Қазаққа көз сүзбесінің қамы үшін жи. Арың сатпа, терің сат, адал ізде. Адалдық ғибадат пен ар үшін жи. Ерінбесең еңбекке дәулет дайын, жаратқан жоқ жатсын деп бір Құдайың. Ойласын деп ой берді көруге көз, аяқ берді тапсын деп басқан сайын. Үйде отырып салғанмен сары уайым, тілегенің тұрама саған дайын. Жүріп тұрып ойланып істеп көрсең, харекеттің білерсің сонда жайын. Кітап қай? Кітап. Харекет, міне. Осы кітап осы жайында. Үйде жатып салғанмен сары уайым, іздегенің тұрама саған дайын. Жүріп тұрып ойланып істеп көрсең, харекеттің білерсің сонда жайын. Hareket sözde bir түсіндірме беріп бердіңізші. Көп осы жерде өз аузыңызға. Енді түсіндік. Кешіріңіздер, мына жерде шақырса келмейтін де бар. Телевизордан көріп тұр. Жаңа көп сұрақтарыңызды көкейде жүріп жатмаса, сұрақ қойыңыздар бұл кісіге. Енді жауаптарыңызды көкейде жүрген қазақта екі сөз бар екен өзі, әрекет және харекет. Сонда Абай атамыз айтады ғой, қылып жүрген өнері дейді. Қылып жүрген өнері харекеті әрекет. Харекеті әрекет. Өзі оңбаған, ал тұрған кім ойлайды берекет. Расы жоқ сөзінің, ырысы жоқ өзінің, өңкей жалған мақтанмен шынның жүзін бояйды дейді. Сонда әрекет деп адамның жеке басына, өзінің бас пайдасына арналған іс-қимылды қазақ әрекет дейді екен. Мысалы, ұры әрекет етеді. Ал кімдегім бала шағасының қамымен жүрсе, елдің қамымен жүрсе, жоқ жітіктің, нашардың қамымен жүрсе, оны харекет етуші деп атайды екен. Сонда Абай айтады ғой, мазлумға жаның ашып ішің күйсін, харекет қыл, пайдасы көпке дейсің. Көптің қамын әуелден Тәңір ойлаған, мен сүйгенді сүйді деп ең сүйсін дейді. Сонда Құдай кімді сүйеді екен? Көптің қамын ойлайтын адамды Құдай сүйеді екен. Сол көптің қамына
арналған іс-әрекетті қазақ харекет дейді екен де, ал бас пайдасына мынау астыртын, бармақ басты, көз қысты, пара алу, қулық, сұмдық, ұрлық, осының бәрін әрекет дейді екен. Сонда қазақ айтады, өзі бір әрекетшіл оңбаған адам дейді. Астыртын әрекетке бар дейді, айлы әрекетке бар дейді. Ал харекеттің алдына қазақ оны түсіндіруші айтады, қам харекет дейді. Қам деген забота деген сөз да. Яғни харекет деген не? Ең бірінші өзіңнің жаныңның қамын ойлау керек. Өйткені сенің жаныңның азығын алу үшін харекет етуің керек. Көпке көмектескен, жаныңа көмектескені. Шәкәрім айтады, жан жақсылық жасауды жақсы көреді дейді. Неге? Өйткені о дүниеде бәйге алатын сезіп тұр дейді. Жан тыныштық таппайды, тән қамын жеп. Тән бұзылса тұрағым бұзылар деп. Аштық, суық, ыстықтан сақтау үшін зұлымдықпен айланып. Сонда мынау жанның өзі жамандыққа не үшін барады екен? Мынау тәнді сақтап қалу үшін барады екен. Ыстықтан, суықтан, аштықтан. Ал егер ол неге? Өйткені ақылдың аздығынан. Егер ақыл дұрыс басқарса, керісінше болады екен барлығы. Жан ақылға бағынса, тән жанға бағынса, сонда ғана Шәкәрім айтады. Сонда ғана олай болмай билесе бәрін ақыл, еш зұлымдық қылмаса, қулық ақыл, таза еңбекпен тағдырдан пайдаланса, сонда ғана адам деген мақұл дейді. Ал бізде қазір кезде ата-аналар бұзады балаларды. Не дейді балаларына? Пара бермесең жұмысқа тұра алмайсың. Таныс болмаса жұмысқа тұра алмайсың. Ақша бермесең оқуға түсе алмайсың. Сөйтіп біз керісінше балаларды қайда итермелеп жатырмыз? Біз ібілістің жолына, шайтанның жолына итермелеп жатырмыз. Неге? Өйткені өзіміз итпіз. Ит деген нәпсі деген сөз. Абай айтады, өзіңде ит болсын деп азғыр дейді. Сондықтан Алла тағала байлықтың иесі Алла тағала. Соны Аллаға сенген адам барлығын адал жолмен істеу керек. Балаларды адал жол. Ендіден құлақ қалды ма, ештеңе етпейді, өліп қалмайсың. Ол енді сенің өмірінің мәні мен мағынасы емес. Самғау деген осында бір жігіт бар, Нәсіпхан деген, етікті ет. Сол ендіден құлақ қалған, қазір обороты 5 миллиард теңге. Етікті ет ұлттық нақыштағы. Сонда айтады, сол Самғау деген жігіт. Ентіға рахмет дейді ғой. Құлақ қалғанына Құдай-ай, мыңда бір шүкір. Егер ентідан өтіп, жоғары оқуын бітіргенде, қазір бір жерде, бір мекемеде 80 мыңға өмір бойы жүруші едім, айлығыма жетпейді. Сонда қазір кезде тек қана біреуге жалданып жұмыс істеу емес, өзіңнің кәсібіңді ашу, өзіңе жұмыс істеу. Неге? Өйткені қазақ айтады, өзі жарымағанның сарқын ішпе дейді. Адам өзін жарылқау керек. Өзін жарылқағаның, кәсіп ашқаның, халқыңа тигізген пайдаң. Қаншама адамға жұмыс бересің, қаншама салық төлейсің. Американың асырап отқан санаулы ғана байлар. Сонда бізде соған келуіміз керек. Неге? Өйткені бізде негіз бар, орында бар, оңалар дейді. Бұрын қазақ ауылында бір-ақ бай болған. Сол бай бүкіл ауылда асыраған. Үйленбеген, үйлендірген, қыздарын жасау берген, және сол ауылдың адамдары сол байдың малы деп есептемей келген. Барлығы өзіміздің малы, бәрі ағамның малы деп есептеген екен. Сол малға жанын беріп, адал қызмет еткен екен. Рахмет. Кеше ғана біз біліп қойдық уже. Кітап бір жақсы деген кітап шығып жатыр. Шықты. Мен соны көріп, көпшілік естіді ма? Бір өтінішім бар. Жақсы деген ұғымды жаңаша бір түсіндірмесін Омар ағамыз беріп жатыр. Осыны бір жағынан айтып қойсаңыз біліп те жүрек. Мен осы жақсылар, осы кісілер жақсылар деп мен біліп жатырмын. Енді жақсы деген сөз бізде ұмыт болған. Неге? Өйткені біз жақсы деген сөзді сын есім ретінде қабылдадық. Орыстың что такое хорошо, что такое плохо үйретті бізді, кішкентай кезімізден бастап. Шынымен де жақсы деген сөз ол элита деген сөз. Элита. Жақсы адам деген ұғым жоқ қазақта. Қазақта айтады, біздің үйге жақсылар келді дейді. Зат есім ретінде айтып отыр. Жақсы деген сөздің баламалары, сүттің бетіндегі қаймағы, сорпаның бетіндегі майы, игі жақсылар. Қазақта айтады ғой әлгі, жамансыз жақсы болмайды, бұрқансыз бақсы болмайды. Сонда елді ел қылып отыратын, елді бұзбай сақтап отыратын, оның бірлігін сақтап отыратын, сол ат төбеліндей жақсылар екен. Сондан сүттің бетіндегі қаймағын сыпырып алсаң не қалады? Көк сүт қалады. Сорпаның бетіндегі майын сыпырып алсаң не қалады? Теңеусіз жаман сорпа қалады, сұйық. Сол сияқты біздің халықты
Ресей империясы отарлағанда ең бірінші не істеді? Қазақтың жақсыларын сыпырып алды. Ал жақсыларын сыпырып алғанда өңкей тобыр қалады екен артында. Қазіргі біздің міндетіміз ел болу үшін сол жақсыларды сол қалыптастыруымыз керек. Ал жақсы деген кім? Жақсы деген ол малын жанын садақасы, жанын арым садақасы өмір сүретін. Ешқашан жамандыққа бармайтын. Өз бас пайдасынан елдің қамын бір шорға қоятын. Өлімнен ұят күшті деп, ерді намыс өлтіреді, қоянды қамыс өлтіреді деп, ата-бабалардың асыл принциппен өмір сүретін адамды қазақ элита дейді екен. Яғни жақсы дейді екен. Сонда кітап шығардық, жақсы деген. Алла қаласа ол кітаппен де қауышарсыздар. Рахмет.